Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің есімім Қуанбай Ерназар. Біздің YouTube каналымызға видео салмағанымызға бір 3 аптадай болыпты. Соны видео түсіруге объектке келгенбіз. Қазір мына ленточный шуруповерт туралы видео түсіріп жатырмыз. Бұл шуруповерттің артықшылығы, бұл шурупты сіздер бір талдан салып жүрмейсіздер. Көбінесе бұл төбені потолочный жұмыстарға өте ыңғайлы. Біз осы шуруповерттің негізі Қазақстанда құрылысшыларға көптен сатқымыз келіп, арзан бағада неше түрлі нұсқаларын алдырып көрдік Қытайдан. Бірақ олардың бәрі сапалар өте нашар болды. Істету өте қиын. Қазір мен қолымда тұрған Makita жапондық инструмент. Бұл инструмент біздің көңілімізден шықты. Бұл Қазақстанда сатылымда бар. Мен Қытайдан дұрыс шуруповерт тапқанша өзіміз сіздерге осындай бушный болса да, істетілген болса да, осындай сапалы инструмент сатып алуларыңызды ұсынатын едім. Қазір сіздерге жұмысын көрсетейін, міне. Мынау профильдің қалыңдығы 0,7 мм, гипсокартон бір слой қойдым. Қараңыздар, кнопканы басып қойдым. Найжаның көзсі. Жаңа өздеріңіз байқағандай, екі шуруп дұрыс бұра алмай қалды. Ол шуруповертті басқанда жылдамдығы және тақап басу соған байланысты екен. Кішкене қол үйретіп алғаннан кейін мүлдем түкірмейтін болады. Енді бұны біз құрылысшы болмағандықтан, кәсіби құрылысшы болмағандықтан қазір осында құрылыспен айналысып жатқан осы зданияның ішін гипсокартонмен қабырғаларын, төбелерін істеп жатқан жігіттерге беріп, қолданып, алғашқы өздерінің ойларын, пікірлерін білейік осы шуруповерт туралы. Қалай жұмыста қолдануға бола ма, ыңғайлы ма, бұның шуруптары қымбат, істетуге бола ма осындай бағада. Мысалы, қарапайым базарда сатылатын шуруптар осы өлшемдегі 1 теңгеден басталады. Ал біздің шуруптар 5 теңге бір талы. Басқа Makitaның өзінің шуруптары, Hiltiдің шуруптары, олардың бағалары 10 теңгеден асып кетеді. Сонда да істеп жатқан адамдар бар. Олар не үшін істеп жатыр екен? Шынымен де сондай бағаға тұрарлық па? Қазір тексеріп көрейік, жұмысты қаншалықты жылдамдатады, қаншалықты оңайлатады. Мына бөлмеге освещение қойды, қазір алып кеп. Қазір берем. Бұл жігіттер істетіп көрмеген бұл инструментті. Бірінші рет істетейін деп отыр. Бір жаңа лента салып берейін, қазір. Қалай шуруповерт? Да, мың шуруп біткенше тастап кетейік сендерге. Потолокты осымен бірақ көрме. Есім кім болды? Талғат. Талғат қалай шуруповерт? Жақсы, ыңғайлы. Ұнады ма? Ұнады, иә. Анау қарапайым шуруповертті қарағанда қанша есе жылдам деп ойлайсың? Әрине, каждый шуруп салып отырғанша, шуруп готовый шуруп, екі есе жылдамырақ болады. И бұраған кезде де бірден кіріп кетіп жатыр, иә? Бірден кіретін ыңғайлы. Бір шуруповерт сияқты емес, бір пистолет сияқты, атып жатқан сияқты, не? Тез болады. Бірақ бұның енді батареечный болған дұрыс деп ойлаймын. Шнурдың дәуірі өткен шығар қазір. Удлинитель сүйреп, иә? Тоғы шықпаса да істей береді, батареечный болған дұрыс еді. Сосын кішкене үйрену керек екен. Мына жерде шуруп тұрып қалса, қиын шығарып, ана қайтадан алған. Лентада шуруптар бұра алмай кетеді. Негізі ойлаймын, адам өзінен ашып жасап алады. Өйткені біз ана бұрыштарға келген кезде қисық ұрып қаламыз. Сондай кезде оған түзеурек ұру керек та. Жалпы істетіп үйреніп кетуге болады, иә? Сен бірінші рет қолданып отырсың ғой, бұрын қолданып көрмедің, иә? Жарайды, онда сендерге шуруповертті қазір қалдырып кетейін, видеоны аяқтағаннан кейін, иә? Қазір мен көрермендерімізге тағы да бір жерлерін айта кетейін. Сенің ойыңша енді бұның шурубы 5 есе қымбат екен. Сендер істетіп жүрген шуруп 1 теңге, 1,5 теңге тұрса, мынау 5 теңге тұрады шурубы. Сол расходқа лайық деп ойлайсың? Мысалға, кішігірім үйге 1000 шуруп кетеді дейік.
1000 шуруп 1000 теңге, мынаның шурубы 5000 теңге болады. 4000 теңге разница. Вот жұмыстың жылдамдығына 4000 теңге разница ойын әсер етпейді. Әсер етпейді, лайықты, конечно. Өйткені мен жылдамырақ отыр каждый шуруп. Зато сол 4000 расходпен сен 2-3 күн жұмысын бір күнде бітіріп, қалған 2-3 күн табысы қалтаңда қалады деймін де. Жарайды, онда жақсы, рахмет саған. Кейінірек 1-2 апта істеткеннен кейін тағы да бір өзің ойыңды айтып жібересің, бұйырса. Жарайды. Строительдермен сұхбат алған негізі қызық, ашық көңілдер сондай. Мынау қазір шуруповерт туралы айтатын болсам, бұның мынандай лентада жүреді, шуруптар осындай коробкада. Бір лентада 50 шуруп болады. Көпшілік сұрайды, лентаны бөлек сатпайсыңдар ма, біз өзіміз шурупты тығып алсақ деп. Бұны не үшін шығарды деп ойлайсыздар? Бұны жұмысты жылдамдату үшін шығарған. Сол үшін лентада шуруп дайын тығылған қалпында жүру керек. Егер сіз оны бір талдан лентаға тығып отыратын болсаңыз, одынша бір талдан бұра бермейсіз ба гипсокартонға. Бұл уақыт үнемдеу үшін, жұмысты жылдамдату үшін шығарылған нәрсе. Сосын кейбір кісілер айтады, жоқ, мен жұмыстан кейін кешкісін қолым бос кезде шуруп тығам дейді. Қолдарыңыз бос кезде сіздер демалыңыздар. Ол бір 2-3 мың теңге экономдап, ештеңе ұтпайсыздар. Онша сол уақыттарыңызға 1 сағат шуруп тыққан уақытта осы лентаны пайдалану арқылы сіз қанша квадрат метр гипсокартон монтажын бітіре аласыз. Соның объемын жұмысын есептеп көріңіздер. Солай есептеп салыстырыңыздар салыстырған кезде. Мен негізі бұл шурупты үлкен объемдағыларға білмеймін енді қалай болады. Ол жерде өйткені шуруп өте көп кетеді. Бізде көбіне кішкентай объемдарға, кішкентай жұмыстарға осындай шуруповертті алып жүр. Олар кәсіби түрде айналысып жүрген кісілер, құрылыс саласында, олар өздерінің уақыттарын, қадірін білетін адамдар деп ойлаймын. Енді бұны жарнама екен деп өтірік араластырып айдай бермейік. Шындықты айтатын болсақ, бұралмай кеткен шуруптар бар лентада. Бұны қайттан енді салып бұрауға болады. Бұл шурупты бұрап кетуге болатын еді, жаңа тартып шығарылып, сол үшін бұралмай қалды. Негізі шуруптар толықтай бұралады. Және де қысылықпаған себебі ол бұрыш жақта қисық ұстап бұрады. Дүзе ұстап бұраса қысылмайтын еді олай. Кейбір шуруптарды түкіріп тастайтыны рас енді, қаншалық профессионал болсаңыз да. Енді біз негізі шуруповерт сатпаймыз шыны керек. Әлі өйткені сапалы шуруповерт тапқан жоқпыз, видеоның басында айтқанымдай. Мен бұл шуруповерт сатпасам да сіздерге осы шуруповерт алуға кеңес беретін едім. Бұл үшін не болса да Hilti ма, DeWalt, Makita ма, әйтеуір сапалы брендтің кез келген лента үшін шуруповерті өте мықты жасалған. Сапасы өте керемет. Ал шуруптары бір жақсы барлық шуруповерттерге келе береді. Осы шуруп лента барлық шуруповертке келе береді. Бірдей барлықтардың ленталары. Сапасы да шурупта, лентаның сапасы да бірдей. Әрине алғаннан кейін, бұның батареясын алғандарыңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Лентаны бір рет тоқтасаңыздар жеткілікті, тоқтамай айдай бересіздер. Бір шуруптың бұрау жылдамдығы секундқа да жетпейтін сияқты. Және де бұл шуруповерттің размерлері жазылып тұр. Шуруптың размері 25-тен 55 мм-ге дейін деп. Осы аралықтағы шуруптар келе береді. Өзінің нәжде теңшейтін регулировкасы бар. Шуруптың ұзындығын теңшеп отыратын. Бұнымен тек гипсокартонға ғана емес, кровляға қолдануға болады, ағашқа әртүрлі шуруптары бар. Саморездер бұрауға болады ұзындықтағы. Сосын бұның кейбір өндірушілерде ұзартқышы бар. Сіздер едендегі тақтайды бұраған кезде де осылай беліңізді бүкпей тұрып бұрай берсеңіз болады. Кейбір төбелерді сол ұзартқыш арқылы жерде тұрып та бұрай берсеңіздер болады. Айтпақшы, бұл ленталар одноразовый, бір-ақ рет қолдануға жарайды. Бұл лента себебі бір рет шуруп өткеннен кейін жыртылып қалады. Камераң кішкене жақынырақ алып көрсетсең қазір. Көрдіңіздер ме? Лента жыртылып қалған. Екінші рет шуруп ұстамайды. Бірақ қолданып жүрген кісілер бар осыны. Екінші, үшінші рет қолданып жүрген. Бірақ 2-3 реттен кейін точно жарамайды. Онда осымен видеомызды аяқтайық. Егер сіздерде әлде түсініксіз жерлер болса, бір сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Осындай гипсокартон саласымен, құрылыс саласымен айналысатын таныстарыңыз, достарыңыз болса, осы видеомен бөлісіңіздер. Сөйтіп біздің арнамызды қолдап, жазылып, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Қуанбай Ерназар және Oxyprop компаниясы. Видео соңында сіздерге айтар жақсы жаңалығым бар.
арнамыздың жазылушыларының саны 2000-ға жетіп қалыпты. Осы арнамызды дамыту мақсатында біз 30 ойын ұйымдастырып жатырмыз. Оның шарттары сіз осы видео шыққаннан бастап WhatsApp группаларға таратуыңыз керек. 7 күннің ішінде жеңімпазды анықтайтын боламыз. Жеңімпазға берер сыйлығымыз 20 000 теңге көлемінде ақшалай сыйлық, немесе Oxyprop компаниясының рулетка, спец одежда тағы басқа заттарын сыйлыққа ала аласыздар.